Баршаңызға сәлем достар. Ұлыстың ұлы күні міндетті түрде наурыз көже дайындалады. Бүгін мен сіздермен осы наурыз көженің өзімнің дайындау әдісімен бөліскім келеді. Дәстүр бойынша наурыз көженің құрамында 7 түрлі астан кем болмауы керек. Наурыз көжеге мен ет, сүрленген қазы, жүгері, сүзбелі құрт, күріш, маш, тары, айран және тұз қосамын. Ең алдымен қазанымызға суды құйып, оған етті саламыз. Қазымызды зубочистканың көмегімен осылай әр жерден тесіп шығамыз, сонда пісірген кезде ол жарылмайды. Бетін жауып қайнатамын. Машқа қайнаған суды құямыз. Сорпамыз қайнаған кезде бетіндегі көбікті толықтай алып тастаймыз. Сосын қазанымыздың бетін жауып, 1,5-2 сағат қайнатамыз. Мінеки етіміз пісті, енді оны түсіреміз. Сосын сорпамызды жақсылап сүзіп аламыз. Енді сорпамызға жуылған машты қосамыз. Және жуылған күрішті саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып қайнатамыз. Піскен етімізді майдалап тураймыз. Енді қазымызды осылай жапырақтап тураймыз. Күріш пен машымыз піскен кезде жуылған тарыны салып пісіреміз. Тары өте жылдам піседі. Мінеки тарымыз пісті, енді туралған етті және қазыны қосамыз. Жүгеріні қосамыз. Менде консервіленген жүгері болғандықтан ең соңында қостым. Енді наурыз көженің сорпасы дәмді болу үшін бір жуаны майдалап турап қосамыз. Дайын болған көжемізден бір ыдысқа бөлек құйып аламыз. Оған айран қосамыз. Сүзбелі құрт қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонда біздің наурыз көжеміз дайын болады. Ал қалған екінші бөлігін кейін қонақ келген кезде жылытып жіберіп, оған айран мен сүзбелі құртты қосып, қонақтарға ыстықтай күйінде тартса болады. Мінеки достар, біздің наурыз көжеміз дайын болды. Наурыз көжені ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыздан наурызға тоқ болып жете берейік деп бата беріп ауыз тиеді. Наурыз мейрамында осы рецептпен наурыз көжені міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді наурыз көже шығады.